Selam dostlar, bugün жаңа видео. Selam dostlar, сіздермен Динара. Бүгін менде жаз өрген жас дизайнерлердің конкурсы. Байқау. Менде фотосессия болуда. Мен іс болдым. Енді қазір видео қалды. Сонымен болды. Интервью берді. Сіздермен мен Динара. Бүгін ауа райы құбылмалы болып тұр. Кеше ғана қандай керемет ауа райы болған. Менде қазір репетиция, яғни жақында бір жоба болады. Ауа райына не болды, жоба шығара келсе ғана бұлтты болады. Қазір қайтадан күн. Selam dostlar, менде жаңа ғана съемка бітті. Бүгін съемканың екінші күні болды. Бүгін видео түсірдік, бірақ ол видеоны өкінішке орай өз камерама түсіре алмадым. Бірақ бір дубльдан кейін мен тек қана бір ғана дубль түсірді. Мен өте қатты қуаныштымын. Ең сәтті дубль. Ең сәтті түсірілім. Және ертең университетіне сатылы, яғни осы пианошын соған қатысамын. Бүгін соңғы дайындық қызу үстінде біраз аяқтарымыз ауырды әрине. Арғы жаққа бұлда жүріп. Енді маған сәттілік. Менде осы дайындық бір ай көлемінде немесе одан көп болған шығар. Себебі ең алғаш степ ап Аида Коменованың жұмыс болды. Соның арасында соны сатып және жақында тағы бір жоба болады. Соның үштайым және сабақ бар. Бірге алып жүру өте физикалық тұрғыда өте қиын болып кетті. Бірақ құдайға шүкір, бәрі жақсы қазір.